Мені бір бизнесмен қылып шақырғандарың сендердің қате екен деймін. Не надо пахать, не надо убиваться. Мақта жинап, мақтаны ұрлап түнде барып өткізіп. Ондай да болған ба? Ондай да болған. Ертең артынан милициялар түсіп жүрмес. Йо, мен сен Павлодар, Қостанай ма деп жүрмін ғой. Түрің сондай ғой дейді да, түрің шымкентский емес қой дейді вообще. Енді маскировать етіп жүреміз ғой деймін да. Қазақстанда қалу или шетелге кету? Негізі бар ғой, шынын айтсам, шетелді таңдайтын едім, мен ренжімеңдер. Кезінде негізі сәл жұмыс істеп, неғып қалу керек еді да, көрініп қалу керек еді. Енді мен айтайын, әңгіменің ашығын. Қазір енді сәл уақыт өткізіп алдым ба дегендер бар да, өкініштер кішкене. Примерно енді бір сценарий айтайын, 7 миллион мен 10 миллион басында вот. Шампунь жумайсың ба? Сол қай проекті болған еді? Шампунь жумайсың ба? Скажи перхоти, көзіме көрінбейтін болды, түсіндің ба? Қосып тұрма камералар. Айтайын, мен бар ғой, кейін айтамыз. Ассалаумағалейкум, бұл қате подкаст. Бұл подкастта біз табысты адамдардың жасаған қателіктерін және сол қателіктерден алған сабақтарын талқылаймыз. Баршалықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін бізде қонақта юморист, сценарист, актер, режиссер Жан-Клод Ван Дам, Чак Норрис, Рэмбо деп таксист, экономист, юрист. Марат Алибаев, қош келдің, Марат. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қайырлы кеш. Шақырғандарыңызға рахмет. Бұл жерде менің отқаным өз бір қате ғой десең. Қате подкаст па есімі? Сен Аблай есіміңіз. Аблай деген есіміңіздің орысшасы бар, сіздің білесіз ба? Орысша переводым. А вот так. Аблай. А вот так хан десең, Маке, өзіңнің туылған жеріңді, қай жақтан келгеніңді бәрін өмірбаянымды айтып бермей бастап. Басын айтып берсең. Сол, өзім оңтүстік Қазақстан, баяғы қазіргі Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Мырзакент өңірі, Жетісайдан сәл ары. Мырзакент, баяғы Славянка, мен көріп тұрған жерлестерім болса, Славянка, Мырзакентке жалынды сәлем. Мақта теріп, сол жақта күліп ойнап, сол жақтың топырағын теуіп ойнап, топырағын жеп былай. Мынау Мырзакенттің топырағы ма деп. Сен сол эпоханың адамы болғансың ғой, мақта жинаған. Мақта жинап, мақтаны ұрлап түнде барып өткізіп. Ондай да болған ба? Ондай да болған. Хлопзаводқа барып өткізіп. Ана біз жақта сезон кезінде қазында 8 телешкімен толтырып мақта ауылдан шығып кетеміз да, трассадан кіріп келе жатқан кезде арықтарға тығылып отырамыз, қаптарымызды байлап аламыз. Ана трактор бейше деп әрең сүйреп келеді, 8 телешкі. Артына спокойно жүгіріп барып, мінесің ғой, қараңғыда ғой, қараңғыда. Үстін брезентпен жауып қойды. Жүгіріп барып па, жоқ қандай? Спокойно, тік-тік өрмелейсің да, брезенттің астына кіріп кетесің да, ана мақтан нығыздап тұр, екі қапқа. Нығыздап. Еще қаптың сыртына жазып аласың ғой өзің атыңды, шатастырып алмау үшін. Байлап бүккі тастайсың, екінші тастайсың, сосын барып түсесің да, барып қабыңды тауып аласың да. Оның бәрі көтеріп, бір қабылдайтын пункттар болады өзі бізде сезон кезінде әр үйде. Ана хлопзаводтан сәл төмен бағадан сөйтіп бизнесім бастап атқам ғой мен кезіндегі солар. Сөрге барып өткізіп ақша алып үйге кішкене әкелесің ғой. Ол не? Қайдан алдың ақшаны десе, тауып алдым дейсің ғой. Сен қайда мал дейсің кесің, үйге апаратындай сол ақшаны. Үйге кішкене апарасың ғой. Болады ма жағында. Өз долясы бар дейсің ғой. Атак басында апармайсың ғой, қорқасың, апарсаң қаяқтан таптың мұнан дейді ғой, ұрлайды десең. Ол кездер сондай. Конечно. Ақша алып келсең, қаяқтан таптың, ұрладың ғой сен деп. Сабай бекерден таяқ жейсің да. Одан да бар, одан жейсің. Сникерс жеп, сондай ғой. Сөйтіп келесің әйтеуір. Солай менің кезіндегі не да, ең начинающий не дейтін еді? Стартап мен. Сізді негізі біз КВН-нен бастап танимыз ғой, сол КВН-ге қалай келдіңіз? Сол Мақтааралға? КВН-ге автобуспен келдім ғой. Сайрам арқылы деймін ба? Сайрамнан түсіп? Сайрамнан түстім. Алматыға сонау 2001 жыл арман қуып келдік. Бір пакетпен келдім Алматыға. Мен десең. Саттым сөйтіп. Ол да бір бизнес болды десе. Қой құдай сақтасын ойнап айтамын. Ертең артынан милициялар түсіп жүрмесін. Сол арман қуып келдік. Ол кезде енді мектеп бітірген кезде мақсат ауылда қалмау ғой. Любой универ бірдеңе түсіп кетіп әйтеуір деп. Ол кезде үлкен ағам, туған ағамыз 76 жылғы Арман деген, біз 3 ағайындымыз. Арман, Серік, мен кішісі Марат. Ортан жағымыздан жақында. Қанша жыл білемін, мен білмеппін сенің 3 ағаң бар екен. Ағам бар екен. Вообще ұқсамайын ба?
вообще ұқсамайсың, ешқайсысын көрмесем де ше негізі былай. Білдіртпеймін мен бір өзім жүрген бала сияқты. Мен де көбісі айтады, танысам ғой бір кейбір орталарда. Қажетсің братан дейді, мен осылай жетсай, ё, мен сен Павлодар, Қостанай ма деп жүрмін ғой, түрің сондай ғой дейді, түрің Шымкентский емес қой дейді вообще. Енді маскировать етіп жүреміз ғой деймін да. Конечно, 2001 жылдан бері мына жақта жүрсің. Иә, 2001 жылдан анау прикол сияқты болдың ғой сен. Орыстанып кеткен. Жоқ, анау екі тоже ауылдан келген екі қыз ғой, студент болып түседі оқуға. И екі анау подружкасы жылап келеді ертесіне. Ляска, а что случилось, Савлеша? Прикинь, меня вчера Мамбетка обозвали, дейді да. Как, ты же уже неделю в городе, дейді. Сол сияқты. 10 жылдан бері қанша, өте 10 емес, 2000-нен бері қанша, 30 жыл болды ма, 35 па. Санамай да кетіп қозы. Сөйтіп, жаймендеп, сол универге келіп түсіп, Казатка деген академия, көлік және коммуникация академиясы, Тынышбаев, Мұхамеджан Тынышбаев атамыздың атында. Таможник, ну мен кәдімгідей бір таможниді бітіріп 4 жыл бакалавр. Өзде ағам ол жерде заочно оқитын, Казаткада. Сөйтіп сол жерге түсіп көр деп. Мен негіз былай әртістік сондай бір деңе түсем ба деген айтқам ғой, сондай өнер академия. Ой, қой не қыласың? Зачем саған ол? Серьезно. Или юрист бол, или финансист бол. Серьезно, таможник бол, таможник ақшаның ортасы. Болды. Ағам не алатқаннан кейін болды, сөз жоқ, әңгіме жоқ, түсіп. Негізі былай мектеп кезінде болып бет сондай өнерлі нелер бір. Мектеп кезінен ғой уже жығырлап активизм. Мен мектеп кезінде уже тамада болғанмын ғой. Мектеп класстағы вечерлерді жүргіземін, туған күн параллель класстағылар бәрі келіп айтып кетеді. Записпен, Марат, сен осындай мен туған болсын ба? Болсын, келем онда. Болды, келем. Ол кезде уже бастап ставка. Ол кезде тамақ үшін ғой жерде, юпи үшін. Тамақ үшін әңгіме, тамақ жеп алу үшін. Юпи үшін, жалау үшін. Тілін қып-қызыл болып. Юпи деген білмейтіндерге айта кетейік. Юпи деген пакетик бол, оны бір шелек суға екі пакетін араластырып тұрасың да, бақылашқа. Мықты сок шығатын сол кезде. Иә, сок ішесің, оның ішесің, ішің ауырады. Анау қайнамаған су ғой, білесің ғой. Ол кезде болмаған дейсің ғой. Марковчан, нан столда. Сол кездер уже той жүргізіп, вечер жүргізіп, сонда мектептік нелерін шараларда, я жігіт сұлтан, анау мынау сол кезде мектептің КВН сияқты қатысып жүрген. Сол жерде уже пародия жасап, активист. Мектептегі мұғалімдер айтатын ғой, сол, ей, Марат, сен артист бала боласың, ана боласың, сен ертең, ой, сен жақсы боласың. Иә, деп мен сол кезде мотивировать етіп жүрген олар. Бір жерде деп сөйтіп енді. Сол айтқан апайлар мұғалімдерімізге, міне, артист болып жүрміз сол әлі. Пожалуйста, подкастта отырмыз. Мені бір бизнесмен қылып шақырғандарың сендердің қате екен деймін. Бизнесмен болсам мен былай отырамын ба деймін. Ну что, я хочу сказать, деп Марғұлан сияқты айтайын. Не надо пахать, не надо убиваться. Просто Халидтің сөзін кетіп қоятын ба? Работай, брат. Не, блиц. Бізде кішігірім блиц опрос бар. Вообще общий сұрақтар ғой. Жоқ, жігіттер, я же так не договаривался с вами. Прикиньте, чего звезда болып. Тез жауап беретін сұрақтар. Сразу жауап бересің, ойланбай. Болды, ойланатын уақыт жоқ. Даже сұрақ қоймай жатып жауап бере бересің. Миыңа жеткізбей дейсіз ба? Миыңа жеткізбей дейші. Роналду ма, Месси ма? Роналду. Илон Маск па, Стив Джобс па? Стив Джобс. BMW әлде Mercedes? Mercedes. Apple ма әлде Samsung па? Apple. TikTok әлде Instagram? Instagram. Қазақстанда қалу или шетелге кету? Негізі бар ғой, шынын айтсам, шетелді таңдайтын едім, мен ренжімеңдер. Ренжімеңдер, бір кеткен. Ой, кәсіп шалбарым бірге алып кетпесін мен. Жұмыс жағынан офис па әлде удаленка ма? Удаленка жақсы негізі, я былай. Удаленка болғанда әр жерде да, былай офисте көп жұмыс істей алмаймын мен былай. Бір орында отырамаймын бір орында. Командада жұмыс істеу ма әлде жеке өзіңіз жұмыс істеу? Командамен жақсы ғой, әрине. Дисциплина немесе мотивация? Дисциплина. Кітап немесе подкаст? Кітап. Алматы немесе Астана? Алматы. Алматы немесе Жетісай? Алматы ғой енді әрине. Маке енді негізі шығармашылық өмірің сенің КВНнен басталды ғой. Мысалы
Бізде мен деген мықты сценаристер, актер, режиссерлардың көбісі КВНнен шықты ғой. Иә, КВН мектебі өте КВН жақсы деген өмірлік тәжірибе. өте мықты мектеп дейді ғой былай айтқанда. Өте дұрыс айтасың, иә. Мына КВН студенттік кезінде басталды. Иә. Универде бәрінде сондай сол кезде басталды. Сол кезде, иә. Қазір КВН ойнап болып, осы бітіргеннен кейін ары қарай қай жерге кеттің, қандай салада жұмыс істедің, жоқ бағдарлама ма, кино ма, не істедің соны? соны айтшы айналайын дейсің ба? Айтшы, разы бол. Адамдар сұрап жатыр дейсің ба? Ана бір Біліп екі жүрейік үш бізде. подписчигіміз бар еді, сол сұрап жатыр деді бір күні. Болды қазір, келіңдер ей деме үшеуі, ей біреу шығып кетіп қалды ғой деді. Не, ол кезде КВН студенттік кездер, ол кезде бір дәуірде біз Марат Оралғазин, Еркебұлан Мырзабек, Әділет Жұмабек, қазір Рүстем Омаров, Мейірхан, солар бәрібір. Бірақ кімдер Нұрлан Қойынбаев ағаларымыз, енді олар 1-2 жыл үлкен болды ғой, 79-лар, олар соларды көрдім бірінші курста. Мыналар айырып жатыр, кәдімгі кумир болды ғой бізге енді. Нұрлан, Кумар, сол кезде Дауыт Нұртастар, солардың шуткаларын сол сахнадан көріп, өзіміздің универге келіп андай іс-шаралар олар түрлі универде, солардың шуткаларын періп ойнатып алсам, жалды жыртып алсың, өзің шуткін сияқты. Сөйтіп солардың шуткаларын қойып, плагиаттармен өзімізді үйретіп. Оны КВНде плагиат демейді, оны штамповка деп айтады. Штамповка. Жоқ, енді анау тура солардың шуткасы. Таза плагиат болды. Таза ғой, таза плагиат. Мойындаймын, иә. Өзіміз универде болғаннан кейін да, иә, тағы кадр қоясын. Сөйтіп үйрендік, біреулердің шутынан. КВНде сөз бар ғой, поговорка сол. Мы растем на чужих шутках дейді, басын начале дейді. Сөйтіп үйреніп, анау КВНнің шуткалерін. Мектепте де сөйтетін едік қой. Кейін уже анау бір-бірімізге универ арқылы сайыс қарған, ана Совет ағамыздың, Совет Сауытовичтің суперлигасына келген кезде уже дайындаласың ғой, кәдімгідей жазасың, редактирование болады, уже өткізбейді ондайды енді. Сөйтіп тәжірибе алып, мектеп қалыптасты, сценарий жазу, ойнату, түрлі образдар, апалар, привет, как дела у тебя деген бәрі соның бәрі, ішімдегі шығып жатыр. Камила, Памила шығып 8 ағаш, бәрі бар, 8 адам бар ішімде деймін, біреке құдай сақтасын. 8 образдың бәрі сояқтан сол тәжірибемен келді. Сөйтіп қалыптасты, сценарий жазу, не қылу, өйткені жақсы бәсеке болғаннан кейін, ол кезде енді интернетті көп білмейсің ғой кезде қолдану. Интернет болса да біз білмейміз ғой, онда интернет кафе дегенде жоқ ол кезде. Ол кезде Дауыт Шахисламов деген бар ғой қазір, ол енді кішкене современный, прогрессивный молодежь ғой. Ол үйінде интернеті болған, білет, чүк-чүк, Амиктің шуткалерін, Масляковтың несінен сайтынан. Сөйтіп, в общем, ол да үйреніп алған ғой, формуланы шотканы кішкене адаптировать етіп. Сөйтсең сол екен, біз ол кезде чисто сөйтіп ойын жазып, сол жақсы тәжірибе берді бізге. И көптеген жақсы командалар болды ғой. СКЛ Газгу, сол Марат Оралғазиндер, сосын сол Инияздікі, сол Дауыттар, тағы кімдер болды, сосын кім сол бағанағы Нұрландардың, Малбағыра болды, аграрный атынан. Сөйтіп универ бітірдік, ойнап тәжірибелі болып, жақсы команда болып, бізде қазіргі Дәурен Тоғысов, қазір стендапта жүрген жігіт, сол біздің командаласым. Абзал Гарифуллин, мықты команда етін ол. Біргеміз ғой, сол бәріміз мап болып. Өйткені біз Казаткада кішкене спонсор болмадықтар, ректорымыз спортқа көңіл аударатын еді, КВН түсінбейтін еді. Біз ол жақтан кетіп, бір коммерческий проект мапқа ұсындық, осылай сіздің атыңыздан ойнасақ деп. Ол кезде ол мап енді коммерческий универ болып отқан, әлі рекламаға қажет болып тұрған. Өздерін түсініп тұр олар, маркетинговый универ, ол жағын дұрыс түсініп тұр. Конечно, ребята деді, біз сразу бізге ақшада түсті, анау да біз ондайды көрмегенбіз ғой кезде. Ол кезде жырт жатқан кезде, жыртып кәдімгі ақша беріп тұрғаннан кейін уже бәріне уже возможность бар да, студияға барып өлең жазу, не форма алдық, тамақ аласын жиналып отыруға. Шуткіде жазылады кезде. Сөйтіп үйреніп, 2005-те бітірдік универді. Сол кезде шында кішкене неғып қалдық, универ бітіргеннен кейін. Ойбай, не істейміз, ё-майо, енді үйдегілер маған қарап отыр ғой дегенде ғой. Енді универ кезден кішкене просительно болды ғой, енді бұл бала оқып жатыр, үйден жіберіп тұрады тамақты, продуктыны. Енді бітіргеннен кейін жалтақтап қалдым, шынымен не істеймін, ойбай, не істеймін. Енді ол кезде шынымен бір жарты жылдай жүрдім, мына жерде бірдеңе жұмыс істейін деп. Үйдегілер айтып жатыр, ей, Алматыда бірдеңе жұмыс табылса, қала бер, официант болса да, не болса да, ауылға келмей алқаш болып кетесің деп. Ауылда енді ол кездер ішіп судан жастар сондайды ғой, не істерін білмей.
енді өзіне байланысты ғой әрине, ары қарай алып кететіндер бар, бірақ жер шаруашылығымен істей алмаймын мен ондайды ауылда. Ол кезде мақта, қауын егу деген енді өзім қанша творчествоға кетіп қалғаннан кейін сөйтіп бір ұсыныс түсті. Асқар Бейсенбин деген өзіміздің қазіргі режиссер, өте беделді, ол да сол кездері КВН ойнады, медицинская академияда Асфендияровтың атынан өте жақсы біздің братанымыз, сол молодец, кішкене бізді себепкер болды сөйтіп бір осы өнерге келуге. Қазақстан ұлттық арнасында сол кезде 2006 жылы жинап атқан команда. Бір жаңа жоба, Динара адам, өте жақсы продюсер, әйел кісі. Көптеген проекттер жасаған, алдыңғы суперстарды жасаған ол кісі, тағы көптеген жобалар, 2 жұлдыз деген. И Тойбастар деген бір жоба, әзілді қалжыңды дейді, соған сценаристер керек деп мені шақырды. Енді ол кезде кішкене Бейсенбин мені бір көріп жүрген ғой, қандай жақсы кішкене более таланты бар деп. Алдын бір скрытый камера жасап жүргенбіз, біз ана одан алдын еді, Алматы каналында 2005-те. Сөйтіп, сосын мені Шертім Нұрдәулет, Нұрлан Қоймай бәрін шақырды, Дастан, сол бүгін өздері олар Шатахана КТК-да жасап жүрген, Қызық радио сосын. Қызық радионы сояқтан кішкене тоқтатып бізге келді сол кезде. И жақсы жасап, әйтеуір жобамыз жақсы болды, әйтеуір. Сценарий жазып, солармен бірге жасап. Өте стрельнул ол проект, өзім бір Тойбастар деген 2007 жылы Нұрлан Абдуллин жүргізді ағамыз, Нұрлан Қоянбаев и Сабина Саякова біз сценарийін жазып бір жылдай ма жасадық. Кейін ары қарай сол командамен кете бердік қой. 31-ге келдік, әзіл студия жасадық. Сосын өзімнің арасында өзіміздің балдармен не жасадық? Фок Ньюс деген хит ТВ-де өте ол деген қазіргі ПТК жасап жүр ғой балдар. Сол формат қой, ол бізде андай вымышленный, яғни өтірік новостилер, корреспондент. Ол жақсы стрелин тоже, ой-бой, ол кезде кәдімгі хит ТВ. Тем более ол өзіміздің форматымызға сай болды, біздің гон формат деді біздің. Иә, сөйтіп анау Тоги Делді кейін жүріп Инстаграмды мен ол кезде ұялатын бірдеңелерді салуға түсіруге, 2015-16 жыл Дәурен бірдеңелерді салып түсіріп не ала Тогидал да, и маған бір күн келеді да, ол кезде Дәурен стадионға не жасайтын еді ғой, бір бункер емес, анда на колесах бургер жасайды. Өзі жасап әйтеуір молодец, ол тіршілігін жасайды, молодец. Давай ана бір идея бар, Камила деген ше. Машинада отырып түсіре саламыз осындай деп. И өмірде болған бір екі қыз болған бізде баяғыда, писанинада келіп сонда сөйлейтін. Давай, ана помнишь ана? Иә, дәл солай да. Там сникерс деп, и сөйтіп түсіріп саламыз монтажда. Мен ана как раз жүгіремін, Дәуре деп ол қашады. Біріншісін саламыз да, жүк и кетеді ғой роль, жарады, иә? Жарып атыр. Бұл кезде Инстаграм қанша 30-40 секундтық кез ғой. Соған сөйтіріп істегенбіз ғой. 30 секунд еді. Кетті ана жерде, қаншама просмотр, қаншама комменты, маған подпискалер келіп жатыр. Өші убиваешь. И мен ананы көремін да ертесінен тұрып. Қызып кетемін ғой жаңа. Маған кіргізіп жіберді ана делар ғой. До этого ұялып жүрген ғой түсіруге. А мен телевидениеден оқып қалғанмын ғой, ана телевизияда 31-де түсіріп скетчтер, не қойшы Инстаграмда. Не серьезный нәрсе деп па? Түсінбегенмін ғой енді. Сондай мен андайға үйреніп қалып сөйтіп. Мен түсінбеушілік емес, просто бір какой-то бірдеңе, бір рамка ұстап тұрды. Неге сондай бір бәле болады? Кейін бар, ананы көремін да мен, жанам ғой, ертесін өзімізім ғой, Дәурен, мынандай идея бар. Ашыл кәр қосып көтеміз ғой. Ертесі кезде да екіншісін түсіреміз, анақта давайте еще деп отыр ғой. Екіншісін түсіреміз, ол вообще бақ, мен прикинь, сол кезде бір 3 күннің ішінде ма, 3 күн ба 4 күннің ішінде бір 20 мың подписчик келеді ғой. Бірден 20 мың бол, мен де бір 2-ақ мың ба, өзімнің кругым болам ғой. Мәссаған дедім да, мен ана жерде одан сайын содан біраз түсіріп сол тема әлге дейін сұрайды көбір танитындар, Камила, сникерс, фотомодел, самату пицца, фотомодел ғой бірінші содан. Бұрында есімде жаңа Рүстем бар, Мейіржан бар, тематик шоу деген болады. Ол кезде біз бәрі Сейкада болатын ол кезде. Ол кезде бас продакшнның ең алғашқы основасы ғой. Баршамыз сол Ақылбек Досжанов ағамыз, братанымыз дейрекші, братанымыздың несімен қолдау бәр, сол давайте деп. Сол кезде как раз біз сол әзіл студиядан уже жасап шықтық. Нұрлан ағамызға біз өзіміз жолымыз жалғастыра берейік деп. Болды деп. Ол жерде
Сендер өздерің сценарист болдыңдар, иә? Иә, өзіміз сценарий, өзіміз актер, иә. Өздерің сол жақта бәрін отрабатывать. Иә, біраз авторларды, мында білді актерларды жинап алды ғой, сол Сека, Мейіржан, Рүстем, Марат, Еркебұлан, Мейірхан, кім бар, тағы біраз балдарды алды, жас балдарды да алдық, көтерген біраз ішкілерді көмектеседі. Сөйтіп бас продакшнды құрдық. Ойбай, құрғаннан кейін шынымен енді ол кезде телевидениені қайнап тұрған кезі ғой. 2012, 11-де бастадық, 12, 13. И проекттер заказдар келеді ғой бізге. Біз бір 11-12 шақты адамыз ғой енді. 4 проект алып қойған ғой бір күн Ақылбек ағамыз. Мына Қазақстан телеарнасы, НТК-да мына осындай сұрақта батыр күндіз түні жазып отырмын ғой, шаршап кеткенсің жерде бар ғой, ананы істеп тематикс дегенбіз, ананы істейміз. Еще Вузер деген сериал заказ беріп, Вузер деген ситкомға, как раз сол ситком несін сол бағана Асқар Бейсенмен братанымыз тоже, рахмет оған, алғысым шексіз. Ол келіп структурасын бәріміз сол түсіндіріп кеткен кезінде былай өйткені ол кезінде жазып жүрген ғой. Именно ситкомды. Ситком форматын, иә, солай былай болады деп түсіндіріп бізге кәдімгі курс болып, сөйтіп үйретіп кеткен, сөйтіп солай бәріміз қалыптасып кеттік қой, соның тәжірибесімен. Соның арқасында қазір бәрі сөйтіп, әрқайсысы сериалда, кинода қазір жігіттер. Әке, сіз вообще негізі юморда жүрсіз ғой, сол юморда сіз әзілдемейтін тақырып бар ма? Мысалы, өзіңізде бір принцип, осы тақырыпта мен әзілдемеймін деген сияқты. Әрине бар ғой, енді ол дін, политика, политикаға енді әрине. Кейбір жерлерінде политикаға шымшып тиісіп қоямыз ғой, енді бізде тиісіп айтпасақ та болмайды. Ондайды қозғамай-ақ қойық, ары қарай давайте десе, передачамыз енді басталып жатыр дейсіз ба? Енді жап-жас қазір бірінші проект, бірінші выпуск балта жаппай сразу дейсіз ба? Негізі бар ғой, мен айтайын бар. Қосып тұрма камералар, айтайын. Мен бар ғой, кейін айтам. Сондай ғой. Қой страницамызды не апсырсын, боқайып сияқты. Әлеуметтік желіде, социальный сет дейді ғой. Сол жерде жұмыс істегендегі ең бір қиын бір заказ ба, сондай бір не болды ма сенде? Әлеуметтік желіде заказ рекламаға, сондай ма? Реклама болса. Болады, әрине, конечно, болды, әрине болады ғой. Болды, осымен қоя сал деп. Қайсысы болды десең, бір ең қызығын, или қиын. Енді қатты қиын ештеңе болмады, өйткені мен арзан бағада айтам десем екен. Сондықтан қатты қиын болмадыңыз ғой. Жоқ, білмеймін, есіме түспей жатыр, не болды қиындық? Вайндар бола ма, мүмкін қиын вайндар? Жоқ, болды, иә, бір-екі вайндар бір сон алып тастауға, бір не алып тастауға дегенде не болды, бір политический бірдеңе қалды бір еді. Сосын қайттан сол сұраққа келдік па? Сосын біраз не алды да, зачем личкіге жазды бір екен, енді сол қоя сал деп па? Иә, сол структурада жұмыс істей жүргендер, зачем тебе проблема? Болды, чүк-чүк удалить етіп. Ада рекламаға енді қатты қиын жоқ, мен өйткені алдын ала жазып, не қылып, олар енді өздері тапсырыс бергенде сол өзімен таңдап келіп не қылып жатыр да, сіздің неңіз ұнайды, форматыңыз ұнайды деп. Примерно осындай деп алдын ала жазасың ғой, мынандай қалай, мынандай деп. Сол кезде защита етіп аласың да, Снэпчаттың маскасымен ұра бересің ғой сосын. Снэпчатқа рахмет айналайын десең, иә? Снэпчаттың арқасында. Акасы Снэпчат Қазақстанда мен үшін ғана жұмыс істеп жүр екен. Аха. Мына бая пейджер бір адам ғана үшін бір мембер еді ғой. Купейте телефон уже, ради тебя здесь компания существует, пейджердің. Сол сияқты Снэпчат мен үшін ғана. Приложение да сен үшін ғана істеп жүр. Иә, Қазақстанда сеть. Байқадым, Инстаграмда қарасаң, тек қана Мара ғой, Снэпчатты ұра береді, маскалар. Иә, мен кішкене үйретіп жібердім, біраз уже көбісі қазір айтып жүр, анау кім арасында Данияр Спартада ұрып тұр, сосын анау Снэпчат, свяжитесь со мной. Снэпчат, что за люди, какие люди, через меня все деп. Сізді анау көп көретін едік та кезінде, мысалы телевидениеда көп болыңыз, кинода, жаңағы әртүрлі нәрседе. Былай сіз қалай ойлайсыз, өзіңізді толық аштым деп ойлайсыз ба, әлде потенциал өзіңіз ойыңызша өзіңіз ішіңіздесіз? Енді кезінде негізі сәл жұмыс істеп неғып қалу керек еді да, көрініп қалу керек еді. Енді мен айтайын әңгіменің ашығын. Қазір енді сәл уақыт өткізіп алдым ба дегендер бар да, өкініштер кішкене. Бірақ өкінбеймін енді, әрине бәрі енді Алланың қалауымен ғой.
өйткені менде баяғыда кішкене өкініштер нелер көп болатын былай маған бір имам сосын айтты да түсіндіріп өкінбе дейді да өкініш ол жаман ауру іште қалады мен бүйткенде ғой ана жерде бүйтіп жібергенде ана жерде бүйте керек деп өкініштер түсіндіріп жатырмын да имамға психолог қой еще ол да сен маған түсіндірді өте жақсы бір сөзбен сен өзіңді құдайдың орнына қоймасайшы дейді да бүйтіп қойса ана жерде бүйтіп жіберсем мына жерде бүйтіп жіберсем мынандай болатын еді деген ол болды значит алланың қалауымен болып жатыр сөйтіп иә сөйтіп болды не болса да иә не болса да сол жақсырақ шығар дейсіз иә сөйтіп дедім да иә сөйтіп мен содан кейін өкінбеймін ештеңе қылмаймын алайын әйтеуір қателіктер бірдеңе болды енді әрине сол бірақ анау айтарым ғой сол кезінде енді айтайын алып кетейін чтобы халық не қалмасын енді бағана істедік жұмыс істедік бас продакшн тойлар көбейіп кетті да ол кезде менде той заказдар нелер жеңіл ақша ғой енді той деген тойға қатты кетіп қалдым да мен көңілім өйткені үйлендім ипотека алған тез той болып кетті да ана ақша отқасын тойға жұмыс істеп кетті конкурстар нелер ана и сәл телевидение сәл артыңғы планға қалдырып кеттім да сөйтіп мен тойды таңдап кеттім балдардан кетіп қалғаным сол ғой ана бас продакшнда неде ал егер сол кезде кішкене сол параллельно алып жүргенде өйткенде нені сол мүмкін бағанадай басқаша болады деген айтып жатқаным ғой жұмыс істеу керек еді дегенде өзіммен сол үшін кино салада неде қазір сол ғой енді коммерческий өйткені бәрі өйткені көп жерде көрініп жүрсең популяризация болып түрің бәр жерде сол кезде шақырады киноға да неге де ал редко болып жоғалып бағана сіз айтқандай уже баяғыда көретіннен қазір что то көрмей кеттік дегенде сөйтіп әке негізі мен де тойымды жүргізген Мара мен де тойымды жүргізген бірақ сол қателік сол болды өкінішім сол десе бірге болды өкініш мен де өкінішім жоқ бәрі жақсы бәрі риза ғой әкеме өте қатты ұнады вот шынымен бәрі өліп тұрып еще ана тойларда заказчиктерге кездесемін ғой найдите пожалуйста хороший түсіретін бір оператор анау мен айтамын мынау бала менің тойымды түсірген ана тойын жақсы түсіреді ма я говорю иә точно неге сұрайсыңдар бәрібір көрмейсіңдер ғой деймін да ше уағы күледі жіберді точно айтамын көрмейсіңдер ғой бәрібір қазір мынау былай түсіріп нормально түсіріп береді бәрібір андай случайно бірден үйде жинап алып бір шығып қалмаса сөйтіп көрмесе былай көрмейді случайно да көрмейді ғой басында сәл көреді да уже жарайды жоғалады ғой қазір өйткені баяғыдан да түсірмейді қазір келеді мобилоров системадан 10 минуттық әдемілеп жасап береді түк бірден салып иә соны жасап береді соны көреді қысқа нұсқа и өзі содан 3-4 рилс вариант жасап береді еще 1 минут 1,5 минуттық содан и сөйтіп береді уже формат өзгеріп жатыр иә потому что өмірдің темпі шындай болып кетті ана тик-ток келді анау келді потому что жылдан жылға осы болып бара жатыр менде мысалы баяғыда 2010-15 мен ана өзім уральский пельменьдің концерттерін өте жақсы көремін олардың юморы баяғы КВН білеміз ғой қазірге дейін өзінің маркасын ұстап тұр олардың юмормен де әзілдерін өздерінде қанша концерт шығарса да айырады соны баяғыда көретін да шыдап концерттерін 2-3 сағат там несі ғой ұзақ домашкілер бар ғой бір 10 минуттық номерлерін қазір сол көремін да қызық бірақ андай күлесің сонда да бір айналдырып ауыстырып адам үйреніп қалған да өйткені иә қысқаға үйреніп қалған тойда Маке сен той саласында жүрдім дейсің ғой әлі де жүрсің ғой арасында болып тұрады ғой иә мынандай бір моменттер болды ма қиын жағдай ма жоқ па жаңағы заказчик бір андай ауыр адам болғандай ма болады әрине болады или өзіңнің бір қателігін жасап қойып тойды ұятқа қалдырып деген болады ғой болады әрине енді үлкен бір лауазымды адамдардың тойында кішкене кейбір кісілердің сондай үлкен кісілердің аурасы не болады да андай ауыр иә олар андай деп неғыла береді мазалайды ана жерін мен айтамын давайте бәрі спокойно былай не қылайықшы қазір сіздер бүйте берген сайын андай ауыр сіздер нені жарайды деп сонда да әйтеуір бірдеңе сонда да қызықты жасайсың әрекет қылып бірақ енді ол үлкен лауазымды адамдар енді андай салмақты да ол жерде бәрі енді ол жерде анау күле береді не удивишь оларды уже ананы көріп тұрсаң түрлі адамдарды көріп тұрсаң түрлі әртістерді көріп тұрсаң иә сөйтіп енді әйтеуір арасында кішкене сондай бір среднеполитический юморларды айтып оларды күлдіртесің ғой солардың темасында өзінің несі бар дейсің ғой өзінің несі такой в рамке бір политический шуткалер бар сондайлармен сол темада сөйтіп енді болады иногда бір кісінің атын дұрыс айта алмаған кезде бүйтіп қарап бірдеңе айтып сондай кішкене сасқалақтап қалатын болып өмірінде Маке
қиын болған кездерде көп қолдау көрсеткен адамдар бар ма? Бір андай бір болады ғой, осы маған қиын кезінде мықты қолдау көрсетті деген, жаңағы Асқар Бейсенбин деген сияқты айтып отырсың ғой. Иә. Сондай бір Енді әрине мен досың ба? көптеген жігіттерді де осы ағаларымыздың Ақылбек Досжанов ағамызға әрине ризамын, көмектесті қаншама солай жағдайларда бір ақшалай барып бір жағдай болып қалған кезде алдын ақша беріп бүйтіп сол Асқар Бейсенбин өзіміз ағаларымыз. иә, олар енді сол кеңеспен структурамен жасап иә сондай. Және мына кино саласында біздің қазір Алмат деген жігіт өзі солай қолдап бізді шақырып сенім артты. Кино давайте жігіттер сендерге сенемін деп солай бізге қаншама адамдарға кірді, көрсетті, кинолар жазайық деп көптен бері уже бір 5-6 жылдан бері. Енді сенім артпайды да кішкене, өйткені олар да түсінігі болады. Біз осы уақытқа дейін не істедік деген адамдар сенбейді ғой, қорқады қанша портфолиом жоқ деген сияқты. Не істедіңдер, қандай кино істедіңдер, бір дегендей соған сразу получится дегенде. Мына вот Алмат деген осы қазір ол кісі OMG Production болып кірді осы киномызға жақында түсірген, қолынан келсе алып. Ал қазір ол Алматты Тайгердің басқарушысы болып тағайындады. Қазір сол жақта оқыды. Талғатжан қалай жақсы ойлаймыз, скоро келеміз енді. Иә, тағы да қазір вот мына киномыз жақсы, Құдайға шүкір әйтеуір өткеннен кейін тағы бір тапсырыс беріп жатыр киноға, сенім артып. Соны енді Алла қаласа жеңілдігін берсін деп тағы да бір кино жасауға тырысып жатырмыз. Берекесін, иә. Рахмет, әумин. Әке, сіз осы әлеуметтік жауапкершілік сезінесіз ба? Қазір мысалы социальный ответственность бар ғой, сіз медиада жүргесін бір фильтровать етесіз ба әңгімелеріңізді, істеріңізді? Біз өзіміз қаншама жылдан бері енді сахнада сценарист, редактор болып жүргеннен кейін өз-өзіміз редактируем, саморедактура дейді ғой былайша орысша айтқанда, сол өз-өзіміз редактировать етеміз, өзіміз қалай жайында, неде сөйлеу структурасын қылып, мына жерде мынаны тигізіп жібермеу керек, мынандай обидетіп жібермеу дегенде. Танымал болу, брат, ол жауапкершілік па? Әрине жауапкершілік қой. Әлде ауыр ма саған, ауыр жүк бола ма, қалай? Или екеуі де ма саған? Танымалды болу қазіргі таңда өте оңай емес. Бір жағынан оңай болып қалуы мүмкін, енді ол өзінің жасына қарай. Жас болса оған жарасады бір қылықтармен, бірдеңе жасап, солай кіріп кетуі мүмкін да. Қылығы жарасады, әңгімесі, жасап жатқан ойындары да. Біз де баяғыда солай жасап ойнап, Камила бірдеңе болып енді сәл. Енді қазіргі келе былай сәл солай ойлаған келсе бір іште бірдеңе бар да тесілі болып көріне ма? Иә, бір сәл енді жасқа сай болсын, бірдеңе сай болсын. Андай Халықтарды сөйтіп сөйлеп тұратын. TikTok келген кезде андай бәрі билеп кеткен кезде біз қиын болған сияқты. Кейін өзі билеп жүрсің. Билемеймін, қойшы деп андай да. Иә, негізі бірақ енді оған да пофиг деп жасай беретіндер де бар. Бұл солай деп. Бірақ бір жағынан сондай болу керек, әртіс болғаннан кейін адам не демейді дегенде. Шығармашылық жолды таңдағаннан кейін дейсің. Иә, бірақ енді, конечно, бір рамкада жасалған дұрыс. Шірек қатты кетіп қалмағанда дұрыс. В пределах разумного дейді ғой. Конечно, пределы, дұрыс айтасыңдар. Сондай енді оңай бағана айтайын деген, енді оңай емес, өйткені қазір конкуренция көп қой, ана әңгіме бар ғой. Бұл несен конкуренция көп, соның арасын жарып шығу керек, күнделікті көрермен көзайым болып тұру керек, орысша айтқан наплавы болып тұру керек дейді ғой. Ананы салып тұрып, мынаны прикол, трендті бірдеңе қалыспай, трендте болу керек, бүйту керек, салу керек. Ол да жұмыс та, ол да кәдімгідей бір жұмыс, уақытыңды бөлесің. Бойдақ болсаң түсінікті да, уақытың. Ал қазір сен бала шағаң бар, анан кездесуің бар, мынандайың бар, анандайың бар. Сәл соған қалып кетеді де ондайдан. Сол үшін анан базында садикке бір тренировка бару керек, анан сен уже сағат 2. Бала кешке уже үйге барғанда ана баламен кішкене болу керек дегендер шашық болсын кәдімгідей. Соңғы кездері сондай болып жатыр да. Сол мен подписчиктеріме айтайын, соңғы кезде жауап кішкене баяғыдан қарағанда кішкене сиректеп болып баратыр нем контентім. И бір жағынан мида шаршайды да кішкене. Өйткені соңғы кездері байқаймын да, бір әзіл дегім келмейді уже, әзіл ойлағым келмейді. Баяғыда анау КВН Амикте, Масляковтың Амигінде 20-30 жылдай редактор болып жүрді ғой, Гуликов, тағы бір кісі атын Чурин.
Потом олар бір 2005-те ма 6-та Сочи фестивалінде айтты, все, мы уходим от редактуры деді. Қаншама жыл болды. Устали. Оказывается, сол енді түсініп жатырмын. Олар қанша шутка көреді, қанша командалар, қанша ана мы засоряется, ана шутка қайсы смешно, қайсы не смешно екен уже ажыратамай қалады екен адам. Мы бар ғой сондай. И поэтому мен тағы айтармын, қызық емес шуткалер кетіп қалады. Түсінемін дейсің. Шаршалық сол. Бірақ сендер де мені түсіндіңдер. Контент үшін для активности деп ұра бересің иногда, бар активность просто. Әбден мен бар ғой планка беріп қоймын да өзім подписчиктеріме, түсінемін. Жақша шуткалер кезінде беріп, и содан түспеу керек деген өзіңде қағида тұрады да миыңда. Планканы түсірмей ана бір уақыт жарайды деп уже анандай болады ғой уже. Негізі керек екен, біз мысалы Секамен командада жүрген кезде біз сондай болатын. Секалар жаңа олар Нұрғали екеуі сценарист қой. Мықты шутканы жазады да, артынан кейін бір күшті вайн түсіреміз де артынан кейін онша мықты емес, бір күлкілі емес нәрсені алып салып жіберу керек дейді да. Ол адамға өйткені айтпасам үйреніп қалады дейді. Жаңа сен айтқандай планкасын қойып алады да. И уже анау қызық емес шутканы жіберген кезде уже қызық емес те оларға қарамайды да. Абылай арасында контраст беріп тұру керек. Дұрыс контраст беріп тұру керек, ана өзіңді үйретіп қою керек. Мынандай да шутка да бар, если че, мынандай да бар арасында дегенде для чтоб кішкене деп ладно. Пожалеем, ладно, нормально деп қойды оларды подписчиктер, потому что енді оның фанаттары ғой, жақсы көреді Секаның өзін. Сен, Мара, интуициямен жұмыс істейсің ба, жоқ, жоспармен жұмыс істейсің ба, андай план қойып, құрып, андай ертеңге былай істеу керек ба, жоқ, или андай ағыммен кетіп өмірдің ағыммен ба? Өмірдің ағыммен кетіп бардакпен ба десем былайша айтқанда, мидың бардак. Бардакпен кетеді, потому что мен өзім қаншама кез қашанда бір администратор іздеп жүрмін бар ғой, бір брачик сияқты біреу өзіңе көмектесіп жүретін, ананы бүйтші, мынаны бүйтші деп напоминать. Ол брачкелер бар, анау жақта тұрады қалған шетте біреу бар тоже брач. Братан, мен қазір келем, ұйықтап қалыппын. Братан, қазір келем, онда мен таксимен келем ше, бір қойшы, жарайды, өзім істей саламын деймін да, мен сонда. Вариант бар ғой. Бар, мобилографтар бір-екі қанша келеді, бүйтеді, түсіндіресің, мына жерін бүйтесің, енді начинающий айтады да, бір нормально, бүйтем, түсіре аламын. Түсір шал, бүйтеді, монтаждап береді, ой, мынау вайнды вообще білмейсің, мынау турандай бір сюжет жасап берген ғой, реклама сияқты. Бұл вайм, мына жерде мынаны пауза қылу керек, мына жерде крупно көрсету керек, мына реакциясын қылу керек, түсіндіріп отырмын да, режиссерский немен енді кішкене опытпен. Мына жерде мынандай музыкамен, мына жерде сәл мынандай бір музыка іздеу керек, под характер, мына жерде бір ойлану или бір хитрость болу деген. Деп өзің монтаждап кетесің да, деп сосын қоя салшы дейсің ғой. Сосын оның бәрін үйрету керек. Оны бірақ келіп үйрете беру, сосын бірақ дейсің да, уже аяқ асты вайн келіп қалады ғой иногда бізде. Аяқ асты, мына жерге келу керек, сол аяқ асты ғой біздің продакшн. Аяқ астымен жұмыс істейміз ғой. Сол, так что, иногда планмен болады енді әрине, былай қазір дегенде ол әрине ол жасап жатқан қазіргі кино сценарийіміз азында жиналамыз келіп. Ол кәдімгідей жұмыс. Жұмыс ол, оған қатты өзім уақыттың бәрі соған кетіреміз, энергияны. Өйткені сен сценарийді жазып ақша таба аласың, иә? Сол ақшасын бергеннен кейін погружаемся полностью. Ответственность бар. Жауапкершілікпен. Негізі табуға бола ма ақша сценарий жазып? Әрине болады ғой. Мысалы оқу жұмыс деген да оның сценарий жазу. Оқу бар ғой, оны оқу керек, арнайы өзінің курстары бар, сайттарда көресің, кітаптар бар, методикасы бар, соны көресің, оқисың. Мынау киноның мынандай методикамен жазылған деп, мынау салыстырмалы күйде көресің, аласың. Ол өйткені керек тәжірибе. Енді бізде уже тәжірибемен келді ғой, біз ситком жаздық, өзері жаздық, бас продакшнмен кезінде. Қаншама сондай қысқа метражды скетчкомдар, нелер, бәрі келеді. Примерно сценаристердің примерный гонорарлары қандай? Ондай жоқ, ондай примерный. Өзің келіскеніне байланысты ғой. Қалай да? Өзің сатасың, сондай болады дейсің ғой. Қалай өзің, мысалы, басында бір-екі кино жақсы шығарып, аты шығарып алғаннан кейін уже өзің бағасы көтеріле береді. мынандай деп гонорар қылып. Вайнерлер сияқты ғой, мысалы, подписчик өскен сайын, просмотр өскен сайын, бағасы да несі қымбат, сол секілді ғой. Примерно енді бір сценарий, айтайыншы, қазір енді бір 7 миллион мен 10 миллион басында ғой. Қойш. Қашан сценарий жазасыңдар? Примерно ғой, такой средний, такой бюджетный, а егер прям масштабный бірдеңе, бір жақсы.
енді бірақ андай юмористический драмеди өте қиын ғой жасау, а так бір экшн нелер, сценарий бір жасау енді қатты қиын емес. Иә, адамды жылату, қорқыту оңай, Иә, күлдіру, күлдіру қиын дейді ғой негізі адамды А так күлдіру. былай экшн сияқты бірдеңе ма андай. Бірақ қазірде де экшнді да бір захватывающий қылып, әдемі қылып сюжетін жасау керек. Қазіргі зрительдерді не баяғы 90-шы жылдардағы сюжеттер болмайды ғой, келді, там бандит, братан, там артынан. Ну, можно қызықтырып, но какие-то выверттар, повороттар, андай неожиданно сондайлармен қызықтырып жасаса болады енді. Негізі сізге ұнамайтын блогқа келдік қой негізі, бизнес блогқа. Осы бизнесті каждый адам жасала ма, қалай ойлайсыз? Мысалы, сіз қазір бизнесмендермен де араласып жүрсіз, заказдарды алып жүрсіз ғой. Енді бір қасиет болу керек па? Иә, кез келген адам істей алады. Әрине жасап кете алады, бірақ ол бірден емес қой, ол оқу керек, курстарға барып арнайы бет алды бір курс емес, бір пайдалы бір адамдардың кітабын оқып, несін істемеді. Бірақ ол бизнес енді ол қазір өте қиын бірдеңе жасап, ол үшін ол сенің бір капиталың болу керек қой, жақсы. Оны жақсылап тұрып, қорғап, егер бір жерге барсаң, даму сияқты жерден кредит алып сияқты, или бір ағаларынан немен. Егер жақсы бизнес идея болса, олар өздері көреді ғой, мынау жақсы тема, мынау жақсы идея, өздері сендіртіп, бастаса, бастап кетіп болады ғой. Жаймендеп бастауға да болады, по-другому енді қазіргі біздің қазақтың темасымен, мысалы бір кішігірім бірдеңе алып, сатып, овощи сатып, отырып, овощной сияқты қылып, одан түскен сосын барып, та бірдеңе үстіне қосып, жаймендеп бірдеңе. Қателеспей істемеуге болмайды деп ойлаймын. Әрине қателеспей істемеуге, өйткені қазір көп қой конкуренция, көп, овощной да көп, анау да көп, не көп. Бірақ жаймендеп көріп жай ғой бәрі енді былай овощныйдан сәл үлкен овощной қылып, овощной сәл тағы бірдеңе ана жерде тағы бірдеңе ашып, майда су сатып бірдеңе қылып магазинге айналдырып жүреді ғой жаймендеп бір овощныйдан бастап. Овощныйдан бастап жай көріп отырсың, ол пейнет, берекет, енді ол бәрі Алладан ғой. Өздерің білесіздер, мынау дін исламда жүргеннен кейін Алла өзі әрекет жасайтындар жақсы көреді ғой. Әрекет жасасаң берекетің берем дейді, пейнетіңе байланысты адал қызмет етіп, ешкімді алдама, ешкім ала жібін, ешкім арам несін алдап бір тиын неғылмай дегендей. Күнделікті өзің, мысалы, таңертең тұрып, намазыңды оқып, берекеңді сұрап Алладан барып, базардан алып, үстен қосып, сол сауда беріледі. Баяғыдан келеткен сауда ғой, мысалы. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзі де саудагері болған. Сөйтіп. Солай жасау болады, бірақ бәрі неден ғой, адам әрекеттен ғой, сол бағана жалқауланбай тұрып, жасап, жаймендеп жасап, сол ғой, жалқанбау керек ешкім. Маге, қандай адаммен ешқашан жұмыс істемейтін едіңіз, мысалға бұндай болды ма, сондай кездесті ме бір адамдар? Осындай адамды көрсем екінші рет бұнымен істемейтін. Болады ғой, әрине. Сондай бір адамдар болды ма бір? Атын айтшы деп сұрап алсаң, иә? Жоқ, ол әрине айтпай-ақ қойын. Жоқ, мен атын сұрап отқан жоқпын, сипаттап берсең. Сипаттап, әрине андай безответственный болады ғой, жауапкершілігі жоқ, еріншектеу, щепетильный, қазір міне, ол братан, о деп, андай кішкене, давай серьезно алайық, не алайық деңіз, еркелеп кете береді, анау уже сондай енді кішкене жауапкершіліктен қаша беретін, ите беретін, сылтаурата беретін, кешіге беретін, сондайлар болады енді. Жұмыс істемей кетесің ғой, кішкене ол сен ойлата бересің, ерішете бересің, онымен өзің істеп кетесің, оны айтып отқан нелерін. Сөйтіп жаймендеп уже көңіліне тимей дұрыстап, алдап солап кетіп қаласың. Сен негізі өзің жұмсақ адамсың негізі, иә? Мен енді жұмсақтау дейді. Или бетке бұлш етіп айтып жібересің ба? Жоқ, ондайым жоқ, бетке бұлш етіп. Бірақ кей кезде болып қалады енді. Қатты кетіп баратса, иә? Уже түсінбегендіктен ымдасаң да бүйткенде де өзі сосын айтасың уже сәл ызаланып айтып түсіндіріп. Мен шында да, мен де сол көбісі айтады, бизнеске бірдеңе мынандай жасаймын, сол саудаға істейін десең, жұмсақпын мен сондай. Сондықтан мен оны істеймайтын сияқтымын да. Сөйтіп, енді білмеймін, болашақты көреміз енді. Мынау бір видео атып кеткен еді осы Ресейде
шампунь жумайсың ба. Сол қай проекті болған еді? Fox News қой, сол шыққан, TV'де балдар. Ол андай ойламаған жерден атылып кетті, ойламаған жерін айтты. Ол 2009-10 жылдары істеп жүрдік қой, ол кезде арасында рубрика болды бізде, солай. Енді өз жалпы форматы вымышленный жаңалықтар ғой, андай өтірік жаңалықтар ойластырылған. Арасында сол өтірік рекламалар аламыз әртүрлі рубрика. Жалпы рекламада тілдер тарту мақсатында болды. Біз деген сияқты. Ол кезде инста әлеуметтік желі жоқ. Телевидениеға солай өзін тарту ғой солай. Сөйтіп сол ол біреу сен бір бала салып жіберген ғой ютубқа ол сол. Именно сол фрагментін, сол фрагментте. И пандемияның кез как раз 2019-да ма, 19-да жауапты, 19 наурызда ма, 19-ның бір жағында бір орта жағында. 19-да ма, 20-да ма? Пандемия 19 аяқ жағында болды, сол 19 аяқ жағында бір, короче, үйде жатырмыз. И кетті, Инстаграм, WhatsApp кетіп жатыр. Ұрасай, сен мынау біреу комментировать етші. Какой-то бір российский блогер ма, не өзі ана комментировать етіп тұратын. Біреу компьютердің алдында тұрады. Стримить етіп отыр. Стримить етіп түрлі мемдер лақтырады ғой, әлемдегі нелер. И біреу осы Қазақстанда сол бала лақтырды ма, или біреу лақтырды ма, мынаны қарашы деп, мынаны что скажешь, комментни деп. И ол көрген екен да, ол басында ойлаған, реально реклама деп ойлаған. Сондай, ол 2013 ма, 11 жыл ғой, ол где-то 19 жылдары көріп отыр. Әлі сонда реклама түсіре ма, не қазақтардың, что-то дешево, что за... Ё-моё, деп, потом жай бір-екі рет қарағаннан кейін түсініп отыр да, что прикол, трэш, это же прикол, это же, прикольно, бандиттермен байланыстырып, братва, анау деп. И кет, содан кейін тарап, бәрі жаққа кетті, мен боп, мені кәдімгідей бәрі отмечать етіп жатыр, етіп жатыр. Содан кейін не шығып кетті да? Содан кейін шампунь дәл сондай флаконмен, ақ флаконмен Украинада шығарып, Россияның көп жерлері шығарып жатыр, подпольный, маған да айтпай. Кейін Новосибирсктен кәдімгідей уже маған хабарласып, адамдар шықты да? Производительдер да? Сөйтіп солар кәдімгідей уже компания серьезная, олар уже не формат, сондай айналысатын да, дерма всякий кремдер шығарады, шампуньдар шығарады. И сөйтіп менімен ағылып, қазір әлге дейін шығарып жатырмыз, көптеген интернет-магазиндерде бар, қара флаконда. Оның қазір зубный пастасын шығардық, оның қазір как раз рекламасын ойластырып шығарайын деп жатырмыз, рекламасын. Бірақ мен байқап отырамын, анда-санда түсіріп тұрасың ғой сен рекламасын. Соған тек бір қол тимей кетіп жатыр да, енді ол да андай пассивный доход андай отқасында, енді маған қатты нем жоқ жерде. Оның бір 10% әр сатылымнан түсіп, анда-санда бір жіберіп тұрады бірдеңе. Жерет бірдеңе әйтеуір. Қалай сонда да бір видеодан бұрынғы түсірілген ойламаған жерден ашылып кетті да? Оның бағасы біздің нарыққа кішкене қымбаттау болып отыр да. 1990 ба, почти 2000 рубль, 1990 қалды енді, 1900 то есть. Қымбат екен. Қымбат қой, оларға енді жарайды рубльге енді ол арзан, поэтому сол өздерінің рыногына өтіп жатыр да ол Россияға. Бізге біраз алайын деп бір-екеулер алды енді, бірақ қымбаттау ғой. 2000 қалғанша мен ана Клявитан, Криштиану Роналду кім алмайын ба деймін ғой. 1800 теңге еді, 1500 теңге бар. Я содан сәл деп түсіндіріп жатырмын, енді бірақ не можем дейді да, потому что олар сырьоны Турциядан алады, тағы бір Швециядан алады кейбір продуктын. Кәдімгі нормальный, сапалы шампунь. Оны енді дешеу емес, өзі дерма компания болсын. Өйткені олар өзінің сапасын түсіргісі келмейді. Кока-коланың жаңа дәмі. Жаңа дәмі. Көріп жүрміз. Әшейін тұр деп ойлап қалмасын. Мен бұл компотты тұрмын, үйден өзден юпи сияқты. Шелекті бағана араластырып құйып, е. Бұл Мекка-коланы білесіз ғой енді. Мекка-кола, е. Бір бөлігі пожертвованияға кетеді жаңағыдай. Қайырымдылыққа ма, молодцы, Алла разы болсын. Сол мынау жаңа дәм екен, жаңадан шыққан гранатовый несі қателеспесем. Гранат дәммен бе? Ал, бісміллә деп. Көріңіз, бісміллә. Мынау кәдімгі жақсы екен, гранаттың дәмі шығады кәдімгі. Қойшы. Кекірсең де гранаттан кекірсең шығады екен да. Рекламаны қатыратын. Кекірсең гранаттан шығады, ой, классно, кекір шта дейді. Освежитель воздуха сияқты. Жақсы екен.
Жақсы болса, онда Мәке Онда болса бір екі блог бар, ұлан сатыңыз. Бір ГАМАЗ бар, сан сату керек дейді. Бизнес. Ал, құрметті достар, бір ГАМАЗ кола разыгрываем. Кәне деп стримге кеп кеткенбіз ба? Андай Қытайлар сөйтіп сатады дейді ғой, көп нәрсені қазір прямой эфирда. бәрі соғы TikTok'та. Анегін барахолка барғам ғой мен. Бірдеңе алып тұр, майда шүйде бірдеңе балдар. Заодно тағы бірдеңе алып. Рядтарды аралап жүрім ғой. Бір тәтең қосып алған андай светпен андай мен. Итак, мынау бар, на істегенде отыр кәдімгі сөйтіп саудалар олар параллельно, молодцы. Қытайдан келген нәрсе ғой бізге негізі. Соны қазір үйреніп жатыр, потом яляң кірсем де біреулер отыр, чем ашың деді, бағана дуңғандары отырсың. Брат, тебе за 1500 адам деп, а? Вот это, скляти, вот это. Кәдімгі TikTok параллельно ұрып жатыр сол отырып, молодцы. Панхун дейді олар. Иә. Адам деді ұрып тұр сөйтіп кірсең, мә, сол дұрыс. Бір жерде отпайды базарда, параллельно тіршілігін жасап отыр. Қазір заманға сай болу керек. Сондай болу керек, дұрыс, иә. Енді бізде бір ойын бар, тағы да жаңағы блиц опрос сияқты, бірақ қазіргі тренд деп айтса болады ғой, норм или стрём деген. Иә. Бір ойнап жіберсек, қалай қарайсыз оған, иә? Болды, оған ақшамен кіру керек па? Ақшамен кіру керек па? Сек адамда өйтіп тұр ма? Давай деп. Давайте ал, норм или стрём? Тез жауап бересің. Болды. Вообще ойланба. Миыңды өшіріп таста десең, иә? Ойланшы деген керек жоқ па? Ал керек жоқ па? Ойланмашы деген бар ма? Ойланмашы, вообще ойланмашы. Сен ойламайды екенсің, ойланса құртасың бәрінен ма? Қараңыз, Маке, қарызға бизнес бастау норм или стрём? Норм. Да, мен достармен бірге бизнес ашу норм или стрём? Норм. Конкуренттерді көшіріп бизнес ашу норм или стрём? Стрёмно. Қалай көшесің ғой? Қалай көшіресің, да? Бірақ плагиат жасаймын дейсің ғой. Біреулердің бір ағашкілері бар болса, бір өлдің ба дейсің? Өзіңнің істеп жүрген командаңа доля беру норм или стрём? Норм. Бір рет болсын принциптен бас тарту норм или стрём? Норм. Болмайтын, біз принцип болатса. Қаржылық сауат курсын кредитке сату норм или стрём? Стрёмно. Бірақ ондайлар бар. Бар ғой. Істеп отқандар да. Конечно. Блогерге ақша беріп, досым деп көрсету норм или стрём? Стрёмно. Бірақ болды ма сенде ондай? Досым деп па? Жоқ, жарайды, досым деп емес, мысалы бізде көп оны жетеді. Жетеді, иә? Суретке түсіріп, тойларда мен атмече досымды жіберші, жіберші. Жазады дайректке, братан, маған бір подписчик жасап жіберші, біз спорласып қалған едім. Қойыңдаршы, түрлі адамдар бар ғой. Андайлар болды ма? Мен туған күніме келіп отырып, андай қонақ ретінде отырып берші, ақшасын беремін деген. Болады ондайлар. Барасың ба? Андай қонақ ретінде емес, сол қонақ ретінде шақырады. Сәл бір-екі бірдеңе айтып неғып жіберсін. Жарайды сондай күтеді дейсің ғой. Иә. Жарайды, конечно, ақша беріп жатсаң, барасың ғой, не істейсің, көңілін көтеріп кішкене. Қара юмор, черный юмор дейді ғой. Норм или стрём? Норм, если, конечно, рамкада болса, қатты кетпей. Қатты кетпей. Бірақ черный юмордың черный юмор. Жұқа линия сияқты мен ойымша да. Конечно, грань. Өз араңда кішкене болады ғой, иногда черный юмор. Кейін ойбай бісміллә, астағфиралла кешіріңдер деп. Келесі, TikTok бизнес үшін норм или стрём, бірақ соған уже жауап беріп қойдың, жаңағы базардың өзімен, да? Иә, нормально ол. Бизнес жасады, мысалы, конечно, тіршілік заман сондай отыр енді. Мәке, негізі жұмсақ адам екен да, нормаға қатты кетіп қала беремін ба? Ашық адам екен негізі. Иә, мен просто норма жағын жасап жүремін да, басқа жағын қарамаймын да. Негізі Мәке, осы 5 жыл бұрынғы Мәкеге не айтасыз өзіңіз? Не айтар едіңіз? Қандай совет? 5 жыл бұрын Мәке, қайда жүрсің деп па? Не істеп жүрсің айта? Білмеймін мен, ондайым жоқ. Айтатын ғой мен бағана анау өкініште деген бәрін айылып. Қазір мен өмір сүремін дейсіз ғой? Мен енді айтарым, ол 5 жыл бұрын айтарым, намазды неге ертерек бастамадым деп сол айтарым. Өзінің шешімімен ертерек бастағанда ойдап. Бірақ Аллаға шүкір, онда да өкінбейміз. Аллахымыз енді қабыл етіп, баршамыз осылай хақ жолға келуіне Алла себеп болсын, нәсіп етсін, жақсы жолмен жеткізсін, қиын жолмен емес. Жол бастауларың берекесін берсін, Алла Тағала. Болды ма? Бағдарламаны бітіріп жатырмыз ғой? Жоқ. Бір-екі сұрақтар бар. Сосын соңында бір сыйлығымыз бар. Болды.
Шапалақ десең, иә? Шапалақ, кредит На. десейші. Иә, жас кәсіпкерлерге қандай не беретін едің, кеңес беретін едің? Даже жас кәсіпкер емес, сценарист, Өзің сияқты дейсің ба? енді бастай жатқан, мысалы, біреу мысалға тоже сценарий жазып үйренгім келеді дегендерге. Не берем өзім әлі іште кетейін. Не берем мен бір Жоқ, деген сенде бітіріп енді бір портфолиум бар. Иә, кішігірім бар ма? Қойшы. Ақ бітті. Балдар ойын ауылдағы жерде онла мұрын болған. Енді не айтарым оғанларға? Айтарым. Еңбек қой, тек қана еңбектен ізденіңдер. Қазіргі кезде өте мүмкіншіліктер көп, заман, интернет бар, анау бар, курс бар, пайдалы ақпаратпен пайдаланыңдар да. Бет алды, отыра бермей, видеода, неде, андай болмайтын Бос уақыт өткізбей, бос уақытты, ана негативпен айтысып, ана бірдеңемен болмайтын біреулердің интервьюларынан бірдеңелер, андай өсек дегендерді не алмай пайдалы нелермен уақыттарын өткізіңдер қазіргі. Әйтпесе уақыт зымырап өтіп кетеді, байқамай қаласыңдар. Біз қалай өтіп кеткенін байқамай қалдық. Кішкене бағанағыдай енді өкініштер бар. Міне кезінде мына жерде өтіп, мынау оқып алу керек еді, мына жерде мынаны бүйтіп алу керек еді, мынандай жасап алу керек еді дегендер. Бірақ енді жарайды, өкінбейміз, енді болар болды деп өтті деп. Сол сияқты сендер де кішкене өкініп қалмаңыздар. Уақыт әсіресе сол жастық кезде жаман өтіп кетеді, сол 20-дан бір 30-ға дейін қалай кетіп қалғанын өтіп кеткенін білмей қаласың. Оқы деп. Тем более қазіргі мынау ағымда темп болып отқан кезде. Сол үшін ізденіңдер, әрқашан жұмыс істеңдер, еріншектен болмаңдар. Шетелге барып оқуға тырысыңыздар, шетел көріп, ел көріп, сол жақтан опыт алмасып. Ол деген өте жақсы ғой. Өзіміз енді қатты шетелге бара алмай қалды. Арманды жайлы. Максимум шетел біз Қырғызстан, Ташкент, Россия болды. Турцияға аллаға шүкір барып келдік. 2 жыл бұрын. Өйтіп әйелім арқасында давай заплывка барайық Стамбулға деп жүзіп. Мен Босфорды жүзіп келген адаммын деймін ба? 6500 километр. Демай. 6500 километр жүзіп келген адам дейсің ба? Иә, бірақ немен? Сіз дайындалдыңыз ба оған? Ағыммен бірге. Дайындалдық, бір ай, 2 ай. Мен өзім жүз аламын ғой ауылда. Біз Киров каналда ары бері өзіміздің ауыл бар, өзім ары бері. Киров канал. Киров канал дейді ғой. Ол жер опасный, ол ары бері жүзіп сөйтіп үйренгенбіз. Әйелімнің өзі жүзе алмайтын, сөйтіп өзі бір жылда үйреніп, қасында жүріп поддержка беріп үйренген. Өзі несі болды, сонда қызығы поддержка жасадым. Сөйтіп Турцияға 2000 пандемияны алды ғой, 2018 барып қайттық, 18-де. Стамбулдан шәймендеп, жүзіп, халықпен бірге бетіп. Әке, сізге рахмет. Осы қате подкастқа келіп бізді қолдағаныңызға, қателіктеріңізді қорықпай айтып, бөліскеніңізге, осындай жақсы көңіл күй сыйлағаныңызға рахмет. Бұл подкаст негізі рахметін білмеймін, ақшасын берді. Ақшасын берді, мен сол үшін жақтысың, не үшін келдің мен мына жерге? Уақытымды бөліп десең, әрине сендерге де рахмет, жігіттер. Әрине әрқашанда қолдауға дайынбыз ғой, енді тем более бір салада бірге жүрген балдарымыз қаншама бір бауырлас болып кеткен. Тимонтиді баяғыдан білеміз. Қанша жыл болды аралас. Әрқашан қоңырау шалып, мынау мәке деп сөзін жерге тастамауға тырысамын әйтеуір. Рахмет үлкен мәкеге. Сендерге мынау бастауларың құтты болсын, берекелі болсын, жұмыстарың алға баса берсін. Сендерді көріп, тоже жас буынды таланттар кәсіп бастағысы келіп жүргендер солай қызығушылық тартады сендерге қарап. Солай? Ал енді бізден мәке сыйлық. Мына диван десе, мына диванды қанша қаласың десе. Абылай, таныстырып жіберсеңіз. Мына қарақ па? Базар жоқ, қарақ дегенді базар. Өйткені жақында өзім Умраға барып келген сол жақтың қарағына жатып қалдым. Мынау соған әдемі ұқсайтын қарақ. Жас жыл деген бұл Дубайда шығарылады, өзі мынау кардамон деген сізге сыйлығымыз кішігірім. Бұны қайнаған суға, өзінің несі бар, артында несі қанша салу керек, инструкциясы. Арабша білесің ғой, деп. Өте керемет шай, өзімізге ұнайды.
Рахмет, достар. осымен Міне айналысып осыны айналысып, иә. 2000 теңгеге сатамыз саған десе бір кетеді сатып жүрген отыр. Рахмет жігіттер. емес, 10 мың теңге. 10 мың ба не бұл? А, 1 килограмм мына жақта. 1 килограмм ба? Ты что? Арасына құм салып жүрген жоқсыңдар ғой? Бар. Араластырып жүрген құм десек кішкене. Жетісайдың құмы деп. Жетісайдың топырағы өзің әйеліңмен деші. Ей, мынау Жетісайдың топырағы ма деп. Рахмет жігіттер, өте қуаныштымын. Рахмет сыйлықтарыңа. Мінекей қарақ чай, құрметті достар. Сол осыны сендердің шайларыңды ішіп еске алып отырамын. Вот қазір шығып бара жатқан ана жақтан қалдырып бересің ғой. Ана қалдырып кетесіз десе, ішінде точно қарақ қой мынан. Сөйтсең жүрген андай топырақ салып қойған ғой. Ал құрметті көрермендер, барлықтарыңызға рахмет. Бізді көргенімізге. Маке, саған үлкен рахмет, бізді қолдап келгеніңе. Оғаш жоқ, сендерге рахмет. Иә. Енді қазір осы келесі осы выпуск монтажын жасап бітіріп болғаннан кейін бір сторисқа салып итеріп жібересіз ғой қалай бізге. Конечно, иә. Құрметті достар. Иә, құрметті достар, қолдап жүрейік бауырларымыздың осындай бастамаларын, иә. Міне подписка жасап, анағы бір-бірін тақылдатып, подъездарлап, мынаның несі басталып деп осылай домофонда өйтіп басып. визитка таратып. Иә, визит таратып. Үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар, аман болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Родной, мына жақта бір жерде колокольчик бар, соны басып жіберші, пожалуйста. Астынан бір комментарий жазып жіберіп, подписка жасайсың. Енді родной, біз енді бастап жатырық, қолдап жібер, брат. Давай.